Сөйлейсіз? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мейрам құтты болсын кәне. Алматы облысы ма? Иә. Мен бақыттымын, бақытты жерде туылдым. Айналайын қарасаз қасиетіңнен суыңның, сенің әрбір бұлағың, менің әрбір қан тамырым емес пе, қасиетті тұрағым, қасиетіңнен суыңды деп жырлаған, қасиетті қарасаз жерден алып келген Мұқағали Мақатаевтың мен өмірді жырлау үшін келгенмін тақырыбындағы көрмен назарларыңызға ұсынамыз. Бұл жерде Мұқағали Мақатаевтың өзінің барлық өз көз тірісін ұстаған жеке заттары, бұл жұмыс бөлмесінен алынған экспонаттар, өзінің киген плашы, 1975 жылы ұстаған қармағы, Мұқағали Мақатаевтың өзіне жеке тиесілі өзі ұстаған және қоңыр портфелі. Бұл портфельге қарасаңыз, Мұқағали Мақатаевтың өзі шашын артқа бір сілкіп тастап, жазушылар одағына кетіп бара жатқан ақын атамыз көз алдымызға елестейді. Және жазу машинкасы, сағаты жұмыс бөлмесінде тұрған, шахматы, Мұқағали Мақатаевтың жыр кітабы, Өмір дастан деген кітабы және Аманат деген кітабы 2000 жыл мемлекеттік сыйлыққа ие болған сол медалі. Ғабит Мүсірепов атамыздың үйіне барып, Ғабит Мүсірепов атамызға Аққулар Рестанда поэмасын оқып берген кезде Ғабит Мүсірепов атамыз қаламың өргеншін деп сыйға тартқан алтын басты қаламы және Мұқағали атамыздың әр кезде алған билеттері. Мынау Насыбай шақшасы Мұқағали Мақатаевқа Әбілда Тәжібаев атамыз сыйлаған. Мына Насыбай шақшаның пілдің сүйегінен жасалған. Старасы, мынау клеше дейді. Мұқағали Мақатаевтың өзінің Прямо музейінен әкеп отырсың ба? Прямо музейден. Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасыз ауылынан келіп отырмыз. Болды, рахмет. Шымкентке 1800 километр шығып келдік. Мейрамдан құтты болсын. Сақтал алтын адам. Мүсіндерден сақталған, жан беріп жан алып ата бабам ап қалған, сұрапыл басталған, анадан жастанған, шахид боп домалап далада бас қалған. Десем болады? Болады. Какая красота! Да? Пошла он хочет. Сен бүйтіп көрдің бе? Бүгін жасар ма? Алматы қаласы ма? Алматы облысы. Облысы. Делегат. Ал әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Барша қазақ халқын осы мерекемен құттықтай отырып, отбасыларыңызға береке, шаңырақтарыңызға шаттық, тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Жылдан жылға Наурызға жете берейік.
Мейрамдарыңмен қыздар, мейрам құтты болсын. Ақ мол болсын. Ақтөбе, Ақтөбе. Тілек кім айтты? Тілек. Шымкент құттықтамайсыңдар ма? Машина тілек айтты деп жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Наурыз айы, берекелі ай. Ел, жердің бәрін ыстық ықыласқа бөлеп, бір-бірімізге әйтеуір сыйластығымызды арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлық қазақстандықтарға құтты болсын, мереке құтты болсын, ақ мол болсын, наурыз құтты болсын, қайда барса жол болсын. Аумин. Деген кезде де сіз, деген кезде Ақтөбе. Неден әлі ұқылдан әлі келеді ме? Ayırmasın Kudayım Navruz'dan şarkın ay ayırmasın ay. Akşam avruda kaynat dursay ağayınlar olsun dayday. Kudayım жақсылықтан şarkın ay ayırmağan ay. Так, что делаем? Какой? Kızlar. Balam, ananın havasını istiyor. Yok, как сказать, самые главные из Казахстана. Когда я росла, с детства знаю именно этот банк. Класс, сколько ему лет? 20 примерно. А подсказку на YouTube? 100. Классно. Халыкбанк и Наурыз объединяет один цвет. Да, что он обозначает? Это мусульманский цвет, во-первых. Во-вторых, зеленый цвет — это такое, как сказать, самый спокойный цвет. Скажите, что у вас там баурсак за правильно. Все, мы вам дарим баурсак за правильно. Спасибо. Спасибо. И у вас прекрасный наряд. Спасибо. Да, сфоткаться, да. Кто нас смотрит, да? Так, кто хочет еще от вас? Ну, не буду рассказывать. Не буду рассказывать, да? Сколько лет банк? Не буду многословить. Да. Около 100 лет, наверное. Отлично. Халыкбанк и Наурыз объединяет один цвет. Зеленый Да, цвет. да. Что он обозначает? Цвет природы, зелени, весны, хорошее настроение. Да, много чего зеленый цвет. Классно. И цвет Шымкента, наверное. Цвет Шымкента, да. Супер, Рахмет. Да, вам за правильные ответы. Баурсаки. Рахмет.